Шын шаршататын нәрсе ораза емес деп бастайық. Рамазан айы туралы сөйлесіп жатырмыз ғой. Рамазан айының алдыңғы тақырыпта да соны айтқан едік, рухани тұрғысынан біздің кереметтей алтын ұстаздарымыз жеткізіп жатыр. Мен мынау жағын сөйлесіп жатырмыз, психология және дене жағын. Рамазан шаршатпайды. Немесе Рамазанда шаршап қаламын деп әрекет етпей қою емес, үйден шықпай тығылып қалу емес, офиста қимылдамай отыру емес, әрекет ететін ай негізінде. Берекелі ай, не нәрсені жасасаңыз да күшті берекелі болатын ай. Бірақ осы айда сіздің энергияңызды алып қоятын 7 әрекет бар. Мен бүгін сол туралы сөйлескім келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздер Азаматская YouTube каналындасыздар. Біз апта сайынғы 18-20 минуттық ғылымға негізделген ақпараттармен бөлісуді жалғастырудамыз. Міндетті түрде подписка батырмасын басыңыз, лайк басыңыз және комментарийға өз ойыңызбен бөлісіңіз. Хейт болса да, хейттарды оқымай қоямын, бірақ тек онсыз да аз. Жарайды, кеттік достар. Қараңыздар, бірінші менің энергиямды алып қоятын, мені шаршататын мәселе, мен бұны айтудан жалықпаймын, бұл ұйқы режимінің болмауы. Ұйқы режимінің болмауы. Енді биыл Рамазан, биыл және алдағы 5-6 жыл бойы қыста немесе салқын уақытта болады. Бұл деген не деген сөз? Кеш ерте батады деген сөз. Сондықтан ұйқы режимімізді негізінде бұзбайды. Мысалы, қазір бізде 5:30-да ауызашар болса, 5:30-нан енді ары кетсе 6:30-ға дейін тамақ жейтін шығармыз енді. Актив тамақ жеуде енді ары кетсе негізінде жарты сағатта тойып қаламыз, 15 минутта тойып қаламыз. Бірақ ары кетсе 6:30-ға дейін жейміз. Енді одан ары қарай ұйқыны бұзатын әрекеттер жасамаған жөн. Андай қойш, күні бойы аузым берік болды деп, одан кейін барып түні бойы туса, немесе бір жерде отырып түні бойы шай ішу, кейбір кісілер сәресінде күтіп, аузын бекітіп, бірақ жатып жатыр. Бұл дұрыс емес. Ұйқы біздің база. Енді Рамазан айы керісінше кемелдену, нәпсімізді тәрбиелеу, бір жетістікке жету, тереңірек ойлау айы тығылып қалатын ай емес. Енді бұл тереңірек ойлаудың менің миымның мүмкіндіктері ашылу үшін ұйқы режимі мықты болу керек, достар. Өте маңызды, өте маңызды. Қайтадан есіміз жиямыз, қайтадан ұйқы режимін реттейміз. Өте әдемі. Биылғы Рамазан уақыттары өте әдемі. Сондықтан ұйқы режимін бұзбаймыз. Тіпті мына нәрсені байқадыңыз ба? Біз күресте барлығы ораза ұстайды және барлығы келіп жүр. Енді сол жерде бір жігіт айтады да, менің ана иіс сезу қабілетім қатты күшейіп кетті дейді. Енді күледі да, мына жерде бір сорпаның иісі шығып жатыр дейді. Не деген сөз? Бұл Рамазанда шындығында біздің сезу мүшелеріміз мықты дамып кетеді. Тереңірек көре аламыз. Мен кітап оқып отырып, мен мына нәрсені айтамын да, анау оған қорқыныш көзқарасымен және оның ішінде қызығушылық көзқарасымен қарады деген сөзді мен елестете аламын да. Қазір кітап оқыған кезде ана бүйтіп маған бір әдемі болып көз алдымда елестеп жатыр, кино сияқты елестеп жатыр да. Өкінішке орай бұл бұрын ондай емес еді. Қазір біздің Рамазанда жаңағы ораза ұстап жүргеніміз үшін сезім мүшелеріміз мықты болады. Сондықтан осы артықшылықтардан айырылып қалмау үшін, достар, қайталап айтамын, ұйқы режимі дұрыс болсын. Биылғы Рамазанның ұйқы режимі өте әдемі уақыт жағы. Және алдағы 5-10 жыл солай болады. Ұйқы режимін бұзып алмаңыз. Сәресіне дейін ұйықтамай қою деген жоқ, болмайды. Ауызашарымызға бардық, ауызашарымызды жасадық, тарауихымызға бардық, одан кейін келіп, бірден істейміз, демалысқа кірісеміз. Екінші мәселе, достар, тамақ. Дұрыс тамақтанбау, немесе ауыр тамақ жеу. Енді нәпсіміздің өте бір керемет тәрбиеленетін кезеңінде, қазір 12 сағат, жазда кейбір 18 сағат, 16 сағат ұстаған кездер бар ғой. Қазір 12 сағат суда ішпейміз, тамақта жемейміз, ештеңке астазанымызға кірмейді. Бұл біріншіден бүкіл діндерде бар бір ғибадат. Бүкіл, достар. Жаңағы кез келген дінді қараңыз, ол жақта фастинг бар, яғни ораза ұстау бар, ауыз бекіту бар, тамақтан тыйылу бар. Енді 12 сағат бойы асазаныңызға ештеңке түспеді. Бұл біздің клетка дәрежесінде, жасуша дәрежесінде денеміздің
әлсіз немесе ауру жасушаларды жойып жіберуіне әсер етеді. Өте күшті нәрсе регенерация, қайта қалыпқа келу, қайта күшею деген сөз бұл. Қалай қайта туылу дей ма, зарождение дейді ғой, қайтадан барлығын реттеп алу деген сөз. Бірақ осы процесс болады ғой, енді ауызашарда ойбай тамақ жеу деген осы екен деп, барлығын аузымызға тығуды тоқтату керек. Я қатты қарнымыз аш болып тұрады, келсем, менде қатты қарным ашады, күнде тренировка, оған қарамастан, бірақ бізге керегі, ең қатты керегі ол уақытта қант, глюкоза керек және су керек. Енді өте әдемі әдеп, ислами бір әдеп, ол сумен ауыз ашып, құрма жеп, барып ақшам намазын оқып қайту. Асықпай ақшам намазын оқу, содан кейін тәсбихатыңызды жасау, содан кейін дұғаңызды жасау. Бұл не береді? Бұл мына нәрсені береді. Менің денеме ең керек нәрсе су мен глюкоза болып тұр қазір. Су, қалай айтсам болады? Равномерно, әдемі болып асықпай тарайды асқазаныма, керек жерлерге бір 10 минут, енді 20 минут демей қойын, енді 10 минут, 7-10 минут. Сосын бір құрмамен тәтті глюкоза денеме тарайды, одан кейін келіп тамақ жеген кезде мен артық жеп қоймас едім. Бірақ кейде болады, білмеймін, дастархан жайып қойған, немесе енді бәрі отырған кезде тұрып кетуін қайсыздан шығар. Сол кезде де қадағалау керек нәрсе мынау, тым көп жеп алмау, тым көп жеп қоймау керек. Өйткені бірден сондай көп көлемде тамақ түскеннен кейін бізде инсулиновый скачок болады. Қатты глюкоза көп келді, енді оған жауап беру үшін инсулин бөліну керек. Ол скачок болған кезде біз әлсіреп қаламыз. Негізі тамақ бізге энергия беру керек, негізі тамақ жеген кезде біз күшті болуымыз керек, бірақ керісінше ауызашардан шыққаннан кейін бір сонымен тарауихке барып есінеп тұрмау үшін екінші мәселе тамақты асыра сілтеп жемеу керек. Келістік. Екіншісі сол. Үшіншісі, достар, toxic communication деп айтамыз. Toxic communication деген мынау, бізде енді адам қарны аш кезде, аузы берік кезде табиғи жолмен кішкене шаршаңқыраймыз. Табиғи жолмен кішкене стрессте жүру мүмкін, Сол кезде өте абай болу керек. Нәпсімізді тәрбиелеуіміз керек. Тіпті мен айтады ғой, ораза ұстаған кезде мен аузыммен де ораза ұстаймын, көзіммен де ораза ұстаймын, құлағыммен де ораза ұстаймын деп. Мен дұрыс нәрселер тыңдаймын, мен дұрыс нәрселерді ғана қараймын, мен дұрыс нәрселер ғана айтамын. Мен аузымнан шығатын нәрсем бәрі дұрыс нәрсе болу керек. Енді toxic communication, мен шаршап тұрған кезде, мен қарным аш кезде, стресс болып тұрған кезде артық сөйлеп жіберу мүмкін. Сондықтан біріншіден сабырлы болуды тәрбиелеуіміз керек. Екіншіден жан-жағымыздағы адамдарымызға да кішкене қалай айтсам болады, таңдау керек. Қандай ортада жүрмін мен Рамазанда? Көбінесе қандай ортада жүрмін? Toxic communicationге жол бермеу керек. Мен аузымнан шығатын нәрселерді қадағалауым керек. Сол кезде мен аузыммен де ораза ұстаған боламын, айтатын сөздерімді бақылау керек. Toxic communicationге абай болыңыз, Үшінші. Достар, 20 секундтық реклама. Мен қазіргі осы уақытқа дейін айтып жатқан бүкіл ақпараттардың барлығы мына екі кітапта бар. Сен кітабы және мен кітабы. Сен кітабы 2023-те шықты, 2023-тің үздік кітап атанды, бестселлер болды. Мен кітабы 2024-те шықты, 2024-тің үздік кітап атанды, бестселлер болды. Енді осы екі кітапты, егер де жаңа тақырыптар тереңірек білгіңіз келсе, ғылыми дәлелдемелермен көргіңіз келсе, осы екі кітапты алыңыз. Екі кітапты қазір алған кісілерге біз 14 курс тегін беріп жатырмыз. Ол курстар кезінде сатылған, қымбатқа сатылған курстар қазір тегін беріп жатыр. Сілтемен астыға бекітіп кетем. Көріскенше. Төртінші, достар, бұл салыстыру. Менің энергиямды алып қояды. Енді салыстыруда күшті бір қағида естіген едім, әдеп бойынша салыстыру білім және иман тұрғысынан өзіңнен жоғарғылармен салыстыру керек дейді. Білім және иман тұрғысынан өзіңнен жоғарғыларға қара дейді. Вау, мына кісі сондай білімді, мен де сондай болғым келеді, онда мен ізденейін деген. Бұл сізге мотивация беру керек. Бұл жерде абайлау керек нәрсе, демотивация беріп қоймасын. Анау сондай ақылды, мен тупоймын деп қалмау керек. Мен соған ұмытылуым керек, ол маған мотивация беруі керек.
Кейбір кезде адамдар ондай қарайды да, керісінше демотивация алып, бізге оған жету қайда деп қалады да, мүлдем әрекетсіздікке барады. Дұрыс емес. Салыстырудың әдебі біріншісі, білім және иман тұрғысынан мен өзіммен жоғарыларға қараймын да, мен соларға талпынамын. Машаллах, менде болды, мен не етейін, анау пәленше деген мынанша сүре жаттапты, мен де жаттаймын деген маған мотивация беру керек. Енді денсаулық және байлық жағынан өзіміздің төменгілерге мән беруіміз керек дейді. Енді дәреже жағынан ол маған не береді? Шүкірсіздікке түсіп кетпеуге жолын жабады. Шүкірсіздікке түсіп кетудің жолын жабады. Мен қараймын да, шүкір, мен жағдайым керемет екен ғой. Аллаға шүкір, мен денсаулығым жақсы екен ғой деген сияқты. Бұл бір әдеп, өзіңіз бұны саралап көріңіз, фильтрден өткізіп, маған комментарийге жазыңызшы, сіздің ойыңыз қалай. Енді салыстырмаудың мынау бір тағы бір жолы, ол ғылыми түрде контрфактные мысли деп айталады. Контрфактные мысли деген менің миымдағы инсула, префронтальная коронарында инсула деген бір бөлік бар. Инсула бөлігі негізінде бізде жиіркенішке жауап беретін бөлік. Қызық бір зерттеулер бар. Бізде табиғатымыздан әйел адамдарда жиіркену сезім биігірек, еркектерде сәл төмендеу. Бұл жиіркеніш сезімі жақсы сезім, ол нені білдіреді білесіз бе? Ол тазалықты білдіреді. Менің физикалық денеме лас жерге бармауға, мысалы, лас деген сөз делік бір өлексі жатыр, бір кішкентай жәндік өліп қалған немесе тышқан өліп қалған деген сияқты. Енді біз оны жиіркенеміз. Қасынан айналып өтеміз. Ол не деген сөз? Ол жерде бактерия бар, ол жерде вирус бар. Маған жоқ кетпесін деген ниетте біздің денеміз автомат түрде істейді. Осыған жауап бердің, біздің инсула бөлімі. Мына префронтальный корона арт жағында тұрған бөлім. Енді мынандай бір эксперимент бар. Көп басынан зақым алған адамдардың жиіркеніш сезімі азайып кетеді екен. Көп. Енді инсулаға зақым тиген ғой. Жиіркеніш сезімдері азайып кеткен. Сондықтан кейбір еркектерді спокойно барып тышқанды құйрығына ұстап лақтыра салады деген сияқты. Енді контрфактные мысли не үшін бұл әңгімеге кіріп кетті? Контрфактные мысли инсула бөлімінен бастап алады екен. Ол мынандай нәрсе. Мен өтіп кеткен шақтағы біреумен өзім салыстырамын да, мен өзіме ренжіп қаламын. Қарашы, мен сол кезде сразу бүйтуім керек еді. Сол кезде бар ғой, мен қап деген контрфактный мысли арт жақта болып кеткен, өткен шақта болып кеткен оқиға, мен қазір ренжіп жатырмын. Контрфактный мысли зиян сізді артқа тартады, бұл сізді шүкірсіздікке алып келеді. Ол мынандай мысалы, эксперимент жасайды Америкада, әдейілеп Walmartқа дүкенге адамдар кірген кезде құттықтайды. Құтты болсын, сіз 1001-ші тұтынушысыз дейді. 1001-ші покупатель, сіз 1001-ші покупательсіз, біз сізге $1000 сыйлық береміз дейді. Сіз елестетіңізші, қалай қуанар ма едіңіз? Мысалы, Алматыда, Қазақстанда бар сұлпаққа кіріп қалдыңыз, сізге айту, сіз деген осы айдың 1000-ші тұтынушысы, сізге $1000 сыйлық десе, керемет қой. Керемет, вау, супер. Аяқ астынан 550 мың теңге деп қатты қуанасыз. Содан кейін ана кісілерге бүйтіп айтады. Бірақ 1000-ші тұтынушыға біз $10,000 бердік дейді. 1000-ші, яғни сізден алдында кірген кісіге $10,000. Бұл кәдімгі болған эксперимент. $10,000 бердік деген кезде ана кісілердің түрін көрсеңіз, быт шыққанын деп ренжіп, ашуланып, жаңа ғана $1000 ұтып алған, жоқ жерден 550 мың теңге ұтып алған адам уже $1000 ұтып алған адам түрі емес анау. Ол контрафактный мысли кетіп қалды. Айтады, мен жаңа жолда аяқ киімнің бауын байлап тұрып қалған едім, сол аяқ киім шешілмегенде мен бірінші келетін едім дейді. Ол адам уже $1000 ұтып алған адам емес, ол $9000 ұтылып қалған адам болып тұр ғой. Ол $9000 ұтылып қалған адам көңіл күй. Осы контрафактный мысли. Басқалармен дұрыс емес салыстырудың зияны осы. Мен шүкірсіз халге кетіп қалуым мүмкін. Сондықтан осы салыстыру мәселесі көп энергиямызды алады. Давайте Рамазанда біздің нәпсіміз тыйылып тұрған кезде бұны да реттеп алайық. Дұрыс салыстырайық, дұрыс ниетпен салыстырайық, немесе мүлдем салыстырмау керек. Өйткені менің негізінде салыстыруға болатын бір адам бар, ол менің кешегі халім. Кешегі азаматтан бүгінгі азамат сәл мықты ма? Онда тамаша. Окей, келесі, 6-шы шатаспасам, 6-шы ма? Түнгі скроллинг. Түнгі скроллинг енді қазір заманымыздың бір шындығы. Лев Толстойдың жаңа несін оқыдым, «Война и мирін» бітірдім, сол жерде
свет деп көп айтады да, ол жерде свет деп. Сосын мен осын сұрадым, свет деп нені айтып жатыр, түсіндім ғой примерно. Ана жиналатын бір нәрсе, сосын салон деген нәрселерді айтады да. Салон деген анау бір бай шонжарлардың, элитаның жиналып саясат туралы айтатын, жаңа ортасы, я бір-бірімен танысатын, дұрыс таныстықтар, жаңа выгодный, тиімді таныстықтар болатын жер дейді да, салон. Енді салонда өте қатты сынайды да Лев Толстой. Салонда өте қатты сынайды. Өйткені мынандай нәрсе дейді да, жасандылық бар дейді да. Жасандылық, ол жерге бәрі әдемі болып келеді, ол жерге барлығы жаңа сыпайы сөйлейді, французша сөйлейді, та-та-та-та-та-та. Бірақ өмірде олай емес адамдарда. Әдемі көрсеткен, Война и мирді оқыған кісілер біледі. Наташаның образы, Эленнің образы сол жердегі салонда өздерін қалай ұстайды, бірақ басқа өмірде қалай, өз үйінде қалай деген сияқты, екеуінің арасында айырмашылық бар. Енді мен сұрадым да, қазір свет не болар еді, қазір салон не болар еді десем, Инстаграм болар еді, әлеуметтік желі деп айтайықшы. Әлеуметтік желі бола алар еді. Енді әлеуметтік желіде біз қаласақ та қаламасақ та барлық нәрсені көрсете алмаймыз. Мен мына жерде сізбен 20 минут сөйлесем, көп нәрсе көрмейсіз. Тап-таза әдемі болып отырмын, сөйлеймін де кетемін. Бірақ басқа уақыттарды көре алмаймын. Сондықтан скроллингтің қауіпті тұсы осы. Қауіпті тұсы осы, мен қайтадан дұрыс емес салыстыруларға түсіп кетемін. Скроллинг ол өмірдің шынайы бейнесі емес, ол әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі өмірдің шынайы бейнесі бола алмайды. Ол жай ғана бір моменттегі көрінісі. Менің 24 сағатымның 20 минутын көре аласыз сіз әлеуметтік желіде. Қалған 23 сағат 40 минутта білмейміз. Сондықтан достар, скроллингтен тыйылу керек. Ана біреудің өмірін қарап жатудан тыйылу керек. Оған қоса ол менің денсаулығыма да зиян, неге зиян, өйткені ол менің кортизолымды көтеріп жібереді. Мен көзіме LED сәуле түскен кезде кортизолым көтеріледі де, мен ұйқым бұзылады. Түнгі скроллингтің зияны, қаупі сол. Мен ұйқым бұзылады. Өйткені сіздің көзіңізге LED сәуле түскенде кортизол көтеріледі. Кортизол көтерілсе мелатонин түсіп кетеді. Демек сіз ұйықтай алмай қаласыз. Бұл кортизолдық тұсы. Бұл жағынан зиян скроллинг. Екінші бір тұсы ол дофаминдік нормадан асып кету. Өйткені біз дофамин аламыз ол жақтан. Андай жаңа ақпараттан біз дофамин аламыз, өзімізді бақытты сезінеміз, сондай болады. Енді дофаминді керісінше біз басқаруымыз керек. Рамазан. Дофаминді кішкене төмендеу, нормада ұстау. Өйткені дофамин нормасы 100% болса, қазір ғалымдар оның нормасы 150 көтеріп кетті деп айтады. 150%-ға. Яғни артық қалаймын мен дофаминді. Қазір нормаға қайтып түсіріп алу, яғни 100%-ке қайтып түсіріп алудың бір айы. Сондықтан скроллингта сіздің көп энергияңызды алып қояды. Давайте бұдан аулақ болайық. Ең болмаса Рамазанда осыны тәрбиелеп алайық. Жетінші, ол ниет. Ниетімізді бір реттеп алу. Білесіздер, ислам философиясында иннама амалу бин ниет дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі. Амалдар ниетке байланысты дейді, және бұл хадиске өте үлкен мән берілген. Имам Бухарида. Енді амалдар ниетке байланысты болса, Рамазанда оразан не үшін ұстап жатырмын? Енді ни в коем случае кішкене салмақ тастап реттеп алатын ай деген болмайды. Салмақ тасталатын болса тасталады, бірақ ниетіміз тек құлшылық. Біздің аштығымыз да керек емес, біздің шаршағанымыз да керек емес Аллаға. Бұл айтылған біздің тек ниетіміз, амалымыз бар ол жерде болды. Ниетіміз ғана. Сондықтан ниетіміз өте маңызды. Егер де мен ниетімді шатасқан болсам, ұмытып кеткен болсам, давайте қайтып калибровка жасап алайын. Қайтып тексеріп алайын. Мен ниетім қандай? Мен Алла разылығы үшін ораза ұстап жатырмын ба, немесе білмеймін, жұрттан қалып қоймайын деп ұстап жатырмын ба, немесе ұят болады деп ұстап жатырмын ба, немесе кішкене салмағымды реттеп алайын деп ұстап жатырмын ба, не үшін, немесе үйде бәрі ұстап жатыр, енді мен де ұстай салайын деген үшін ұстап жатырмын ба. Бұл ниетімізді қайтып реттеуіміз керек. Тағы бір менің энергиямды алатын нәрсе ол аяқталмай қалған істер. Естеріңізде болса, мен жаңа жылға қатысты подкастта бұл туралы айтқан едім. Аяқталмай қалған істер шындығында біздің көп энергиямыз алады, өте көп энергиямыз алады. Енді аяқтап тастауым керек барлық істерді. Енді сол бүкіл менің аяқталмай қалған істеріммен тізім жасап аяқтағанда мен мына нәрсені түсіндім. Мен өте көп керек емес сөз беріп қояды екенмін сол кезде. Сосын мен жоқ деп айта алмайды екенмін.
сол үшін жарайды деп қойдым, көп алып аламын, ол істер аяқталмайды, менің энергиямды алып жатады. Давайте Рамазанда осы істі бітіріп тастайық. Қараңыз, аяқталмаған істерімнің тізімін жасаймын и барлығын бітіріп тастаймын. И одан кейін өзіме анализ жасаймын. Не үшін бұлай көп болып кетті? Не үшін мен бұларды жинап алдым? Мен өзім үшін алған сабағым ол бір, мен жоқ деп айта алмайтын едім. Сол үшін келсе берем, оның барлығы жауапкершілік болып қалады. Жауапкершілік биік адамдар ол қатты қиналады. Екі, фокусымыз бір нәрсені шашай береді, енді ала береміз. Сондықтан давайте істерді аяқтайық. Рамазанды қолданып, енді қазір біздің уақытымыз көбейіп кетті, кәдімгідей көбейіп кетті. Құдды бір күніне бір артық 3 сағат пайда болған сияқты. Сондықтан мен тізім жасап алайын, тез бітіріп тастайын. И бұл аяқталмаған. Екінші фондық мәселе бұл мынау, шаршап тұрмын деп бітірмей кете салу. Шаршап тұрмын деп. Рамазанда жоқ, бітірейік. Достар, шаршамаймыз негізі. Негізі біз шаршамаймыз. Енді әлсірейміз, әрине, бірақ ол үйге барып көрпе жамылып жатып алу деген сөз емес, немесе офистан шықпай қою деген сөз емес. Давайте Рамазанды өте пайдалы өткізейік, және нәпсімізді бір тәрбиелеп алудың үлкен бір шансы, және жеңілірек. Өйткені нәпсіміз әлсіз, тамақ жоқ кезде, тамақ жемеген кезде оңай тәрбиеленеді. Енді нәпсінің 3 түрі бар бізде ислам философиясында. Нәпсул әммара, әмір етуші нәпсі, әмір етеді. Мақтан, сразу орнына қойып таста, өзіңді көрсет, жарқыра, мақтану керек, ұрлап кет, ұят болса да алып ал, күнә болса істеп ал деген нәпсі, бұл әмір беретін нәпсі. Екінші, нәпсул лауама, өзін айыптаушы нәпсі, жасаған күнәлар үшін өзін айыптаушы нәпсі, жасаған қателер үшін өзін айыптаушы нәпсі, бұл уже анализ жасайтын нәпсі. Үшінші нәпсі, нәпсул мутмаинна дейді. Ол Аллаға разы болған нәпсі, бүкіл Алладан келген бүкіл іске разы болған нәпсі. Бұл жерде сынау жоқ, бұл жерде шүкіршілік бар, бұл жерде анализ бар, бұл жерде қабылдау бар оқиғаларды. Біз нәпсімізді басқаруды үйрену деген сөз ештеңе қаламай қою деген сөз емес, бірақ қалау сізді басқара алмайды. Мен тамақ жегім келеді. Ол мен нәпсім, мен тамақ жегім келеді. Мен көп тамақ жегім келеді. Бірақ мен бұны басқара алған кезде, бұл нәпсул мутмаинна. Мен бұны басқара аламын. Ол мені басқармайды. Мен аяқ асты байып кетіп, тез байып кету үшін ұрлыққа барғысы келу мүмкін, бірақ мен ол қалауды білем, бірақ мен оны басқарам. Сондықтан достар, Рамазанда энергиямызды жоғалтып алмайық. Енді ұйқыға қатысты айта кететін мәселе, біздің ұйқыға жаңағы дұрыс витаминдер ала алмай қалып жатсақ, тамағымыз енді 2 ақ рет жеп жатсыздар ғой, алмай қалып жатсақ, асаны мун өнімін ұсынамын. Өйткені бұның ішінде терең ұйқыға және денеміздегі жаңағы витаминдердің, минералдардың, электролиттердің қалпына келуге әсер ететін көп витаминдер бар. B6, B3, B12 деген сияқты, магний, аминокислоты, мынау пайдалы шөптердің сығындылары өте пайдалы достар. Әсіресе қазір энергиям әлсіреп жүр, түсінбей жүрмін, неге шаршап қалып жүрмін деген ой болса, мына өнімді алуыңыз керек. Біз сілтеме қойып кетеміз. Бұл өнім сіздің ұйқыңыздың сапасын тереңірек қылады. Оған қоса айтып кететін нәрсе, асаны өнімдерінің барлығы халал. Капсуласы халал. Әдетте капсулада кішкене басқа дәрілерде күмәнді болуымыз мүмкін. Мен бұған қатты қарадым, капсуласында халал болуын. Сондықтан достар, тапсырыс береміз. Қазір бізде акция отыр. Сілтемеге өтсеңіз, ханымдар сізге барлығын түсіндіреді. Рахмет достар, біз бүгін сіздермен Рамазанда энергиямды алып қоятын 7 қадам туралы сөйлестік. Соларды реттеп алсақ, Рамазанымыз өте берекелі болады дедік. Құдай қаласа келесі подкасттарда жолыққанша.